айтып өткендей, былтыр 16 қыркүйек күні заңнамаға өзгерістер енгізілді. Қылмыстық кодекске 232 прим 1 бабы енгізілді. Ол дроперлік деген бап. Қылмыстық кодекс бойынша жауапкершілігі 7 жылға дейін бостандықтан айырылуы мүмкін. Ол өзіміздің жай сөзбен айтқанда, өзіңіздің банк карталарыңызды, деректеріңізді, парольдарыңызды, кодтарыңызды айтпау. Оның қазір алаяқтар жұмысы бойынша олар сіздерге жеңіл ақша, үйден шықпай, ештеңке істемей ақша табуыңыз мүмкін деп алдап, сіздердің шоттарыңызға ақша жібереміз, оны ары қарай біздің шотқа жіберіңіз, ол үшін ештеңке болмайды деп сізге мысалы оны аудармалардың процентін ұсыну мүмкін. Бірақ ол ақшалар, мысалы наркотиктің ақшасы болуы мүмкін, алаяқтықтың, одан да басқа қылмыстық істердің ақшалары болуы мүмкін. Былай айтқанда заңсыз ақшалар. Олар өздері ақшаны шығара алмағандықтан, осындай біздің жастарды немесе үлкен адамдарымызды, үлкен кісілерімізді осындай схемаға тартып, ақшаны шешеді дегендей. Жетісу өңірінде алдын алу мақсатында біз жыл сайын, былтырда, биылда студенттермен, оқушылармен, одан кейін медицина саланың қызметкерлерімен, білім беру салаларымен, мысалы бізде қарттармен әрдайым семинарлар өткізіледі. Қаржы салауаттық бойынша сабақ өткіземіз, лекция өткіземіз, оның бәрін ақпарат бойынша жеткіземіз. Одан қоса биыл 232 прим 1 бабы бойынша қылмыстық істер біздің департамент тіркелген жоқ, бірақ іздестіру шаралары жүріп жатыр. Енді анықталғанда қылмыстық іс қозғалып, тергеліп, сотқа жіберіледі.